Сіздермен болған оқиға жайлы бөлісеміз. Бұл оқиға көп адамға пайдалы болар деп ойлаймыз. Bir күні үйлендім. Әке-шешем шетелге кетті. Мен келіншегіммен қалдым. Келіншегімнің әке-шешесі осы қалада тұрады. Азырақ қарызға кірдім, ана-мына болып арамызда ұрыс шықты. Мен А дедім, ол Б деді, мен В дедім, ол Г деді. Осылай ұрысып қалдық. Мен айттым: сен қандай әйелсің? Менің құрметім жоқ па? Ол жоқ па, болып ұрыс болды. Соңында әйелім: Кетемін, деді. Мен: тұр, бар кет, дедім. Әйелім: әкемнің үйіне кетемін, деді. Мен де: кет, дедім. Сырт суық, қар жауып тұр. Әйелім кетті. Аз уақыт өтіп, маған бір номер хабарласты. Қайненем екен. Балам, сен бе? Деп атымдатады. Мен: Қалайсың? Аман саусың ба? Жағдайың жақсы ма? иә, жақсы. Біздің үйіміздің алдында бір әйел тұр. Менің ойымша, ол сенің әйелің. Ренжіме сен. Әйел сенікі. Алып кетсең оны. Біз үйге кіргізбедік, деді. Машинаны қыздырып бардым. Сырт суық, қар. Есікті аштым, әйелім жүгіріп кірді. Жауырап қалған екен. Үйге алып келдім. Бөлмеге кіріп кетті. Мен отырмын. Тағы бір номер хабарласты. Бұл жолы қайнатам екен. Балам, жақсысың ба, саусың ба? иә. Енді ұрыс болады. Бізде де көп болған жастық шақта. Қарның аш болса керек. Ұрыс болған күні әйелдер тамақ жасамайды ғой, сол үшін біздің үйге кел, бірге тамақтанамыз, деді. Тағы машинаға отырдым, қайнатамның үйіне бардым. Қайненем дастархан жайды, отырып кешкі ас іштік. Сосын тәттілер алып келді, артынша кофе алып келді. Көңілім бір нәрсені сезіп тұр, бір нәрсе болатынын біліп тұр. Бірақ күттім. Жеп болдық. Сосын қайнатам айтты: балам, саған 2-3 сұрағым бар. Мен: сұраңыз. Қызым намысыңа тиетін бір іс қылды ма? Отбасыңның намысын сақтай алмады ма? Жоқ, астағфыралла. Үйіңе бөтен адамды кіргізді ме, сенен сұрамай? Жоқ. Сенің тапқаныңды, мал дүниеңді ысырап етті ме? Жоқ, ондай болмады. Маған қара, балам, егер ондай болмаған болса, еркек боласың да, қатыныңа ие боласың. А десе сыртқа айдап салмай. Әйел болған соң азырақ назданады, ақылы аздау болады, ашуланады. Намысына тимеген болса, тапқаныңды бос шашпаса, үйіңе қиянат жасамаса, осыларды жасамаған болса, басқа бір себептен оны сыртқа айдап сала алмайсың, деді. Жиырма 7 жыл болыпты әйеліммен бір отау құрғаныма. Осы уақыт аралығында әр ұрыс шыққан кезде осы 3 сұрақты өзіме қойдым. Әр ұрыс болған кезде осы 3-еуін өзімнен сұрадым. Егер осы 3-еуін істемеген болса әйелім, кешірсе болады. Әйел адамда қателеседі. Мүмкін ол тамақтың тұзын көп салар. Мүмкін киімді дұрыс үтіктемей қояр.
мүмкін басқа себептер болар. Тіпті әйеліңіз әдемі емес те болар. Барлық адам бірдей емес қой. Әдемі болсын деген жері жоқ қой. Әдемі емес адамдар да бар. Бірақ олардың көңілі, жүрегі әдемі болуы мүмкін. Осы қай атамның маған қойған 3 сұрағы біздің отбасымызды асырап қалды. Дейді біздің кейіпкер. Кім бұдан не ұқты? Өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет.